Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Халқым күн шуағына еріп тұрып, сөз бастайын сәлемді беріп тұрып, ассалаумағалейкум ағаларға татулықты ту еткен елді құрып, қыз келіншек сұрайын саулығыңды, жаулығыңды Құдай берген көрік қылып, той иесін құттықтамау күні шығар, бүгінгі қуанышын көріп тұрып. Жарқынбек ағамызды ел сыйлайды, ұлдарды тәрбиелеген бөрікті қып, үлескүл анам аналардың асылы ғой, қыздарды өмірге келген көрікті қып, соның бірі Әйгерім қарындас ет, еркелікпен жүрген елге жөн ұқтырып, Аманғали күйеу жігіт келген екен, болашақ бақытына сеніп тұрып. Екі елдің жарастырсын ынтымағын, босағасын қашанда берік қылып, бір қол соқ қойсаңыздар жарасады, осы әулеттің қуанышына келіп тұрып ағайындар. Қош келдіңіздер. Жігіттері атпайлар, қыздары босағаға бақпайлар, сіз біздесіп сыйласып алдағы келер шақты ойлар. Бүгін жаныс өтеміз әулетінде, Құрманбектер жанұясында дүбірлі той, керемет мереке, бірлігі ұғымды, тірлігі тынымды, татулығы тұғырлы болған елдің ардақты азаматы Жарқынбек ағамыз бен Ілескүл әпкеміз тапқанын ағдастырған басына жайып, 300-дің басын қосып, елдің ақбатасын алғанды жөн көрген екен. Себебі қыз беру қазағымның салты болса, қыз алу азаматтың парқы болған, 60 нарың болғанша ажарлы жарың болсын деп, қазақтың қанатты сөзін жанына жақын тұтқан Аманғалидай күйеу балдарыңыз ағайын туыстарын ертіп, елімізге келіп, қызымызға сыңғырлаған сырғасын салып, ел алғысын алып, ел алдынан өткенді жөн көрген екен. Ұлының арқасында қуаныш тойымыздың төріне шығып отырған Ерғали құда бастаған жаңа құдаларға қош келдіңіздер деп қояйық ағайындар. Бүгін әрине елімізде қос мереке ағайын. Бірі көптен армандаған төл мерекеміз, тәуелсіздіктің тұғыры көтерілгеніне де 25 жыл толыпты. Сол мерекемен арнайы өздеріңізді бір құттықтап қояйық ағайындар. Ал енді бүгін татулығы ынтымаға жарасқан әулетте керемет қуаныш, татудай салтанат сарайында сағынышы жүрген басылмай, сайдың ыртасындай азаматтар мен өмірде жүрген сүрінбей, көктемнің қызғалдақ гүліндей қыз келіншектер бүгінгі тойымыздың көркі ардақты ағайындар. Жарасты қос әулеттің тұз дәмдері орындалды, ата-ананың ізгі арманы, әрине жүрегінің лөпілі қағып тұр ғой, осы әулеттің Әйгерімдей қызғалдағы. Жақсылықтан жалындайды жанымыз, қуаныштан айтылады әніміз, қарсалайық үлкен кіші кәріміз, Әйгерімдей айдай сұлу аруда, қошемет құрметпен бәріміз. Гүлбану Бақытжан қызының әуелеген ән шашумен қарындасымызды шақырамыз ағайын.